Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде сөйлеуді дамыту сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бағдаршам көшедегі көмекшім. Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Үлкен кедесіз, кіші кедесіз, баршаңызды құрметтеп, бас иеміз біз. Бала, бағдаршам дегеніміз не? Бағдаршам жарықпен белгі беру арқылы көшедегі қозғалысты реттеуге арналған құрылғы. Ол белгі беру тәсіліне қарай 3 түсті болады: қызыл, сары және жасыл түсті. Бағдаршамның 3 көзі 3 түрлі. Бағдаршам бар қиылыс жолдарда адамдар өтетін ақ жолақтар болады. Бағдаршамның қызыл көзі жанғанда көліктер тоқтайды, ал жаяу жүргіншілер ақ жолақтармен өтеді. Ал ортадағы сары көз жанса, көліктер дайындалады, ал жасыл көз жанса, жол ашылады, көліктер жүреді. Бағдаршамның 3 көзі жаяу жүргіншіге де, көлікпен жүруге де өте қолайлы. Адамның өміріне пайдасы орасан зор. Бағдаршам болмағанда көліктер соқтығысып, жол апаты көп болар еді. Біздің өмірімізді сақтайтын осы бағдаршам. Енді кітапты ашып тапсырмаларға қараймыз. Бірінші тапсырмада суретке қарап әңгімені тыңда дейді. Суретке мұқият қараймыз. Не болып жатты деп ойлайсыңдар? Енді астындағы мәтінді мен оқып берейін. Әсем інісі Асанды қолынан жетелеп келе жатты. Асан ерке әрі айтқанды тыңдамайтын тентек бала болатын. Көшенің қиылысына жақындай бергенде Әсемнің қолын сілкіп тастап жүгіре жөнелді. Ал бағдаршамда қызыл жанып тұр еді. Жүгіріп шыққан балақайды көріп, көшедегі көліктер әбігерге түсті. Балалар, енді Асанның істеген дұрыс па? Асан дұрыс істеді ме дейді. Одан әрі не болды деп ойлайсың? Әңгімені өз ойымен аяқта дейді. Бұдан кейін не болды деп ойлайсыңдар? Соны өз ойларымен айтып бересіңдер. Енді кітаптың екінші бетіндегі екінші тапсырмаға қараймыз. Бұнда әр суреттегі бағдаршамның қажетті түсін боя дейді. Қараймыз, жаңа айттық, бағдаршамның 3 түсі 3 түрлі қызмет атқарады дедік. Қараймыз енді. Бірінші суретте қай түс жануы мүмкін? Екінші суретте бағдаршамның қай түсі жанып тұруы мүмкін? Үшінші суретте қай түс жануы мүмкін? Соны бағдаршамның көзін сол түспен бояймыз. Ондан кейін астында сөйлемді жалғастыр ойын жаттығуы. Егер бағдаршам болмаса, онда не болатын еді? Осыны әрмен қарай өз ойларымен жалғастырасыңдар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.